Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі ертегіміз қарлығаштың құйрығы неге айыр? Ертеде бір жылан болыпты. Ол ормандағы бүкіл аңдардың патшасы болыпты. Бір күні сол жылан ауырып қалыпты. Ешқандай тамақ іше алмай, тәбеті болмай, сұлап жатыпты. Содан соң ол әлемдегі, жер дүние жүзіндегі ең тәтті қан тауып беріңдер дейді. Бір кезде Маса келеді. Мен ол қанды табамын. Мен кімнің қаны тәтті, соны тауып беремін деп уәде береді. Сөйтіп Маса ызыңдап қан іздеп кетеді. Сөйтіп жүріп Маса ненің, кімнің қаны тәтті екенін іздей береді. Бір күні Маса адамны көреді. Бір әжей кішкентай балақайды бесікте ұйықтатып жатыр екен. Содан соң сол кішкентай баланың қанын алуды ойлайды. Әжей кішкентай баланы бесікте тербетіп, ертегілер айтып, бесік жырын айтып ұйықтатып тастайды. Сол кезде Маса жаймен барып, кішкентай балақайды шағып алады. Сөйтеді де қашып кетеді. Ал кішкентай бала болса жылайды. Әжесі оны тербетіп, жұбатып отырады. Маса бірден ұшып кетеді. Маса адамның қанын алып, қуанып, жыланға қарай ұшып бара жатады. Сөйтіп келе жатса, алдынан қарлығаш шығады. Қарлығаш айтады: "Бұл кімнің қаны?" дейді. Маса айтпайды. "Бұл қанды деген кімнің қаны? Мен сен сияқты ақылды емеспін, ал сен өте ақылдысың ғой" деп алдайды. Маса айтады: "Мен адамның қанын таптым. Ол ең тәтті қан екен" дейді. Содан соң қарлығаш өте қатты қамығады. Себебі қарлығаш адамдардың досы. Содан соң қарлығаш Масаға айтады: "Менің анам айтып еді, әлемдегі ең тәтті қанды кім ішсе, соның тіліне алтыннан мөр түседі екен" деп. "Кәне тіліңді көрсетші, мен көрейін, тіліңде алтын мөр бар ма" дейді. Маса қуанып кетеді. "Көрші кәне" дейді, тілін аузын ашады. Сөйткен кезде қарлығаш оның тілін жұлып алады. Маса сөйлей алмай ыз деп қалады. Сол кезден бастап Маса ызыңдап қалған екен. Содан соң Масаның қолындағы қан салынған ыдысты итеріп жіберіп, сындырып жібереді. Ыдыс екіге бөлініп, сынып, қан төгіліп қалады. Маса не дерін білмей ыз деп жылайды. Ыз деп жылайды. Ал қарлығаш болса қашып кетеді. Маса жыланға келеді. Бірақ айта алмай ыз деп тұрады.
Жылан айтады: «Мынау не деп тұр, түсінбедім ғой», дейді. Содан соң қарлығаш келеді: «Мен түсіндім оның тілін. Ол топырақтың дәмі тәтті екен деп айтты», дейді. Маса түсіндіре алмай, құлағы естеді, бірақ сөйлей алмайды. Ызаланып қарлығашқа бір-екі рет тиіседі. Сөйтеді де жыланның алдына барып, жылап жібереді. Жылан айтады: «Ох, бәлем, сен қарлығаш осының тілін бір нәрсе қылған екенсің ғой. Мен сені сазайыңды беремін», деп тұра ұмтылады. Сол кезде қарлығаш қашады, ал жылан оның құйрығын тістеп алады. Сөйтіп, қарлығаштың құйрығы жыланның аузында қалады. Сол кезден бастап қарлығаштың құйрығы айыр болып қалған екен. Ал жылан топырақ иіскеп жалап жүрген екен. Ал маса болса ызыңдап қалған екен. Содан бастап қарлығаш жыланнан қорқып, өзінің ұясын адамдардың үйіне және адамдардың үйіне жақын жерге ұясын салған екен. Қарлығаш адамның досы екен. Ертегі ұнады ма, оқушылар? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.